Енді мен өзімнің жеке шаруаларымызды айтайық. Құдай қаласа, біз де Ақ үйге бір бас сұғып кетуге тырысып жатырмыз. Неге? Біздің 16 азаматымыз нақаққа малып отыр. 16 азаматымыз. Ал бұл 16 азаматымызды нақаққа матып қойып, біз қазірге дейін бос отырған жоқпыз. Кеше тұтқиылдан бір жаңағы түннің бір уағында сіздердің уақытта біз мәлімдеме тараттық қой. Сол мәлімдемеде жаңағы айттық. Ол жерде біздің азаматтарымыз қамауда отырғанға байланысты біз ақпаратты Америкада тиісті жерлерге жеткіздік. Бұдан бұрынғы лекциямызды айттық. Енді ары қарай алда біздің екі үлкен маңызды аса ірі мекемеге кіруіміз болады. Мен екі бағытта жұмыс жасап жатырмын. Екі жерге қармақ салып жатырмын. Бірінші қармағыма екі үлкен балық ілінді. Екінші қармағым әлі белгісіз. Қысқасы іс конгресске жетті. Бұл енді аса маңызды оқиға. Нақаққа малып отырған азаматтарды біз бүкіл дүние жүзін аттанысқа келтірсек те құтқарамыз. Мен қайсы күн айттым ғой, басымызды тауға ұрсақ та, тасқа ұрсақ та бұл істі жалғастырамыз. Бұл біздің мойнымыздағы міндет. Енді Алматыда кім қамалып отыр? Бекзат Мақсұтқанұлы, Еркінбек Нұрақынұлы, Ербол Нұрлыбаев, Ерғали Нұрлыбай, Нұргелді Нұрсапа, Марғұлан Нұрданғазы, Бедалхан Қабләшім, Бейсенәлі Ақжігіт, Қанат Тұрдыбай, Бақыттұр Нұрмахан, Батылбек Байғазы, Тұрсынбек Қаби қатарлы 12 азамат қамалып отыр. Ал Астанада, бұл Алматыда ту өртеген жігіттерменен еш қатысы жоқ. Анау Астанада, Сарыарқаның аязында әркім өз тірлігін істеп жүрген 4 азаматты сендер мына Алматыдағы ту өртейтіндермен қосылып ту өртеп қоюларың мүмкін деп күні бұрын қамап тастады. Бұл 4-еу Табыс Мағұрыпқан, Ақат Мұхаммед, Ақыбай Мұхаммеджан, Нұрмахан Жандарбеков. Бұл 4 азамат қазір Астанада қамалып отыр. Біз енді бұл азаматтарды әлемдік саяси сахнада күн айтылатын, түн айтылатын, күндіз күлкі көрмедім, түнді ұйқы көрмедім деп жырға қосылатын, бүкіл Американың ақындары домбырасын шертіп жіберіп, оу, Бекзат дегенде Бекзат Мақсұтқанұлы деп тұрып жырға қосатын, бүкіл Американың сенаторлары, конгрессмендері, керек десең президентіне дейін Бекзат Мақсұтқанның, Еркінбек Нұрақынның, Ербол Нұрлыбаевтың, Ерғали Нұрлыбайдың, Нұргелді Нұрсапаның, Марғұлан Нұрданғазының, Бедалхан Қабләшімнің, Бейсенәлі Ақжігіттің, Қанат Тұрдыбайдың, Бақыттұр Нұрмаханның, Батылбек Байғазының, Тұрсынбек Қабидің, Табыс Мағұрыпқанның, Ақат Мұхаммедтің, Ақыбай Мұхаммеджанның, Нұрмахан Жандарбековтың атын жатқа білетіндей, тіпті Трамп пен оның орынбасары Джиди Ванс керек десе басқатшы Марко Рубио ұйқы сұрап, сұлу келіншектерін құшақтап жатып, ұйқы сұрап отырып, осы жігіттердің атын айтатындай деңгейге жеткізбей тынбаймыз. Неге? Бұл біздің қанды көйлек жолдасымыз. Олардың әйелдері аңырап қалды, балалар жылап қалды. Қандай соққы, қандай үрей, өздерінің еліне, отанына деген қандай бір ой қалады оларда. Әсіресе Астанада тұтқындалған 4-еу. Алматыда ғой ту өртегендер, Алматы. Астанада жатып не олар? Алматыдағылар, біз туды әкелдік деп аналар Астанадан 1300 километрден шырпы жағып бәлде. Астананың Сарыарқаның желінен 1300 километр шырпы жағып ба. Жер бетінде мұндай зұлымдық болмайды. Бұл қазақтардың басындағы таңғажайып қасірет, тарихта болмаған қасірет.